Ассалаумағалейкум, ой түрткінің тыңдармандары. Ой түрткінің бүгінгі кезегінде үлкен 20 елдің Жапониядағы кездесуінде Қытай билеушісі Ши Цзиньпиннің масқарасы шыққан жағдайлар жөнінде баяндаймыз. 28 маусымда Жапонияның Осака қаласында үлкен 20-лықтың, яғни G20-ның сәммиті басталды. 2 күнге созылған бұл сәммитке ақш, Ресей, Франция, Қытай, Үндістан, Жапония мен Мексика сияқты елдердің өкілдері қатысты. Сәммитте тараптар сауда, әлемдік экономика және қоршаған ортаны қорғау мәселелерін талқылады. Ақпараттық технологиялар саласында жұмыс істейтін ірі корпорацияларға халықаралық салық салу жүйесін енгізу тақырыбында қозғау жоспарланған болатын. Сәммиттің алғашқы күні 28 маусымда ақш президенті Дональд Трамп пен Ресей президенті Владимир Путин кездесті. Бұл кездесуде нақты не айтылған анық емес. Тек Трамп Путинге ақштың алдағы сайлауына араласпауды ескерткеннен басқа маңызды ақпарат жоқ. Былтыр жыл соңында Буэнос-Айресте болған үлкен 20-лық сәммитінде алдын ала айтылғанына қарамастан ақш пен Ресей президенттерінің кездесу өтпей қалған. Оған аннексияланған Қырым жағалауында ресейлік шекарашылардың 24 украин теңізшісін тұтқынға алуы себеп болған. Украиналық теңізшілер Ресейде әлі қамауда отыр. Бұл сәммиттегі әлем елдері басар назар аударған басты түйін Ақ үй басшысы Трамп пен Қытай билеушісі Ши Цзиньпиннің кездесуі болды. Сауда соғысында бір-біріне жол бермеген екі елдің теке-тіресі асқынған сайын әлем экономикасына әсері арта түсті. Бірақ соған қарамастан ақш Қытай айтқанына көнбесе санкцияны еселеп салатынын ашық айтса, Қытай да еруліге қаруды дегендей қолынан келгенін жасап бағуда. Сәммиттен бұрын Трамп Ши Цзиньпиннің өзімен кездесуін талап еткен. Егер кездеспесе, онда жаңа санкциялардың көбейетіндігін айтып ескерту жасаған. Қытай басшысы басында кездескісі келмейтін сыңай танытып бұлғақтағанымен, осыдан бір апта бұрын Қытай ақшқа, егер ақш жарты жыл ішінде Қытайға ешқандай салық салмайтын болса ғана, Ши Цзиньпин Трамппен кездеседі деген талапты қойды. ақш бұған мақұл дегенімен, кешегі кездесуде Трамп тілшілердің сұрауына жауап бергенде, жоқ, олай айтқам жоқ. Келісімге келмесек, қалаған уақытта санкция саламыз, салықты да арттырамыз деп ашық ескерту жасады. Әлем ақпараттары мұны Трамп Ши Цзиньпиннің тағы да масқарасын шығарды деп жазып жатыр. Масқара демекші, бұл жол сәммитте Ши Цзиньпиннің масқарасы шыққан көріністер көп болды. Оны да айта кетейік. Ең алдымен Жапонияның премьер-министрі Синдзо Абэмен шағын көлемде кездесу өткізген Ши Цзиньпинге Абэ ең алдымен Шаньгандағы, яғни Гонконгтағы жағдай мен Шинжаңдағы мұсылмандардың қорланып жатқанын тілге тиек етті. Осыдан бір апта бұрын ғана Гонконг пен Шинжаң Қытайдың территориясы, сондықтан ондағы мәселелер Қытайдың ішкі ісі, әрқандай елдің, әрқандай орында бұл мәселені тілге алуына болмайды деп мәлімдеме жасаған Қытай үшін Әбенің бұл сөзі, ал мен айтам, қайтесің, бүкіл дүние айтады, не істейсің дегенмен бірдей еді. Ағылшын, жапон тілдерін білмейтін, Қытайдың сөзінде дұрыстап сөйлей алмай, қағаздан бас алмайтын Ши Цзиньпин сәммит кезінде жетім қалғандай күй кешті. Ешкім оған сөйлеп жалпылдаған жоқ. Сүтке тиген мысықтай бір бұрышта бүрісіп жалғыз қалды. Ең қызығы, Синдзо Абэмен кездесу өткізетін кезде Жапонияның кездесу өткізетін уәкілдері орындарына толық отырып болғанша, Қытай уәкілдері кездесу залына кірген жоқ. Уағында келген Ши Цзиньпин ғана соқа басы сопайып жалғыз отырды. Жапон тілін білмейтін басшыға бұл оңай сынақ емес. Ши Цзиньпиннің қайтерін білмей қипалақтап отырғаны, Жапония өкілдерінің езуінде күлкі үйіріліп, Ши Цзиньпинге масқаралай қарап отырғаны экраннан да анық көрінді. Дәл осындай жағдай Ши Цзиньпиннің Қазақстанда Путинмен кездескен кезінде де қайталанған. Ол жолы Путиннің өзі бастап, мынау жалғыз қайдан жүр дегендей масқаралап күлгені әлі есімізде. Сәммиттен кейін 20 ел басшылары фотосуретке түскенде де Ши Цзиньпиннің Трамптың алдында өзі барып амандасқаны да бүкіл әлем ақпаратының назарын аударды. Ортада 5-6 елдің басшылары тұрса да, олардан аттап өтіп Трампқа қол берген Ши Цзиньпин Трамптың ағылшынша айтқан амандығына бір ауыз жауап қайтарып, тіс жармастан қолын берді де, аса бір ыңғайсыздықпен орнына қайтты. Сәммитте алдымен Ши Цзиньпинге сөз берілді. Ол Қытайда информация технологиясын дамыту жағынан әлемде көш бастап тұрғанын айтып көпіргенімен, үшінші болып сөз алған Трамп Қытайды ірей, сөзді Қытай басшысының сөзіне тірей сөйледі. Информация технологиясы қаншалық дамығанымен,
білім меншігі құқығына құрмет етілмесе, және жеке адамдардың құпиялығы сақталмаса, ол әлемдік этикаға жат. 5G желісі сөзсіз қауіпсіз болу шарт. Бұл ең қарапайым мораль, деді Трамп. Жалпы осы реткі саммитте Қытай басшысының ыңғайсыз жағдайларын барлық ақпарат құралдары жарыса жазып жатыр. Ал Шаньгандағы шерушілер болса, кеше Трамптың Гонконг мәселесіне араласуын талап етіп мәлімдеме жасады. Бұл да Қытай үшін үлкен қысым.